Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Дананың сөзі, ақылдың көзі бөлімі бойынша Қорқыт Ата кітабынан Байбөрі баласы, Бамсы байрақ туралы жыр. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау. Бағалау критерийі. Білім алушылар әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтайды. Сабағымызға кіріспес бұрын, құрметті білім алушылар, сіздер өткен шақ, осы шақ, келер шақ әдісі бойынша өткен сабақ туралы бір дерек, қазіргі көңіл күйіңіз және алдағы сабақтан күтетініңіз туралы жазыңыз. Тақтада не көріп тұрсыздар? Бұл қандай аспап? Қобыз туралы не білесіздер? Бұл аспапты көргенде біз кімді еске аламыз? Бүгінгі сабағымыз мәңгілік өмірді аңсаған Қорқыт бабамызға арналады. Қорқыт сөзі ертедегі түркілердің құр, кісі және хыт, құт сөздерінен шыққан. Қорқыт Ата кітабы 12 жырдан тұрады. Бүгін біздің өтетін жырымыз Байбөрі баласы, Бамсы байрақ туралы жыр. Бейнебаянға назар аударыңыздар. Қорқыт тарихи тұлға. Ол 8 ғасырда сыр бойындағы Жанкент деген қала маңында өмір сүрген ақын, күйші, батыр болған. Алайда оның атымен байланысты аңыздар өте көп. Солардың бірі Қорқыттың желмаяға мініп, халық үшін жер үйікті іздеуі. Ел, жерді көп шарлаған ол қайда барса да қазылған көрді көреді. Ақыры өлмейтін нәрсе жоқ деген қорытындыға келеді де мәңгілік өмірді өнерден іздейді. Оның Қорқыт сарыны, Қорқыттың күйі деген секілді көптеген күйлері күні бүгінге дейін жеткен. Қорқыттың ақындық өнері де болған. Ол халық аузында айтылып жүрген аңыздарды жинақтап, көрген білгенін өнеге етіп жырлаған. Ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткен бұл жырлар 16 ғасырда хатқа түсірілген. Қорқыт Ата кітабы осы күнге дейін 2 түрлі қолжазба нұсқада жеткен. Бірі Германияның Дрезден, екіншісі Италияның Ватикан қалаларында сақталған. Өнері өлмеген данышпан қарт Қорқыттың мазарын ел сан ғасырлар бойы тәу өтіп қадірлеген. Қорқыт Ата қорымы қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданында. Қорқыт Ата кітабы барлық түркі тектес халықтарға ортақ мұра. Онда түркі тектес халықтардың этникалық құрамына негіз болып қаланған тайпалардың бірі Оғыз тайпасына қатысты оқиғалар баяндалған. Кітап Оғыз тілінде жазылған. Ол 12 жырдан тұрады. Қорқыт Ата кітабын қазақ тіліне аудару зерттеу ісімен Әлкей Марғұлан, Әуелбек Қоңыратбаев, Балтабек Ысқақов секілді ғалымдар айналысқан. Ғалым Немат Келімбетов Қорқыт Ата кітабындағы жырлардың қазақтың Алпамыс, Боз жігіт, Қозы көрпеш, Баян сұлу жырларымен жақындығын талдап көрсеткен. Құрметті білім алушылар, келесі кезекте тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма топтық жұмыс. Шығарма бөліктерін оқып, бөліктерге ат қойыңыздар. Бірінші топ. Баяндыр ханның тойындағы Байбөрі бектің қайғысы, Оғыз елі бектерінің батасы, Байбыжан мен құдалық, Бәмсі байрақтың ерлігі, Қорқыт Атаның балаға ат қоюы. Екінші топ. Бектердің аңға шығуы, Байрақтың Бану шешекті кездестіруі, Бану шешектің шартын орындауы, Қорқыт Атаның Қаршарға құда түсуі. Үшінші топ. Қызыл шекпеннің сыры, Бамсы байрақтың гәуірлер қолына тұтқынға түсуі, Байрақтың туыстары, Бану шешектің қайғыруы, Жарташық Суайттың Байрақты өлді деп хабарлауы, Бану шешекке үйленбек болуы.
көпестердің байраққа жолығуы. 4-ші топ Бамсы байрақтың Гәуір қызының көмегімен тұтқыннан босауы. Бамсы байрақтың елге оралуы. 5-ші топ Қазанбектің бақсының тілегін беруі. Оғыз елінің Гәуірлерді жеңіп той жасауы. Қорқыт атаның батасы. Осы бөліктерге ат қойыңыздар. Бағалау критерийі: әдеби шығармаға сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Дескриптор: білім алушылар мәтін бөліктерін талдайды, өзара сұрақтарға жауап береді, оқиға желісін дамытып жазады. 2-ші кезең, 2-ші тапсырма, жеке жұмыс. Оқиғаның сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасау. 1-ші оқиғаның басталуы, 2-ші оқиғаның дамуы, 3-ші оқиғаның шарықтау шегі, 4-ші оқиғаның шиеленісуі, 5-ші оқиғаның шешімі. Яғни Байбөл баласы Бамсы байрақ туралы жырдың құрылысына талдау жасаймыз. Қорытынды бөлім: өзіндік жұмыс үшін материалды автор орындығы арқылы орындаймыз. Қорқыт ата кітабының маңызын түсіндір. Мен үшін маңызы, жастар үшін маңызы, адамзаттық болашақ үшін маңызы. Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеруді табыс баспалдағы әдісі арқылы орындаймыз. Яғни бүгінгі сабақтан не түсінемін, не білемін, не жасай аламын. Үйге тапсырма: Қорқыттың өмірбаянын оқып, Білімленд сайтынан тест сұрақтарына жауап беріңіз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.